Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай бешбармақтың сіңілісі нан салма жасайтын боламыз. Ол үшін бізге туралған картоп, туралған ет, туралған сәбіз және пияз қажет болады. Қызып тұрған майымызға осылай туралған сәбізіміз бен пиязымызды салып, жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Енді оның үстіне етімізді салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Енді қуырылып болғаннан кейін турап қойған осындай әдемі сап-сары картошкаларымызды да салып, үстіне қозғап шығамыз. Томатымызды да салып, жақсылап қозғап, оның үстіне суымызды құямыз. Енді қамырымызды илейміз. Ол үшін мен бірлегенге шығатын тамақ дайындайтын болғандықтан, бір пиалай суға, бөлме температурасындағы бір пиалай қайнаған суға, шым-шым тұз, бір қасық май және жұмыртқамызды салып, осылай әп-әдемі сап-сары жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің подлевімізде қайнап тұр. Енді илеген қамырымызды жайып шығамыз. Енді жайып болған қамырымызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бір-бірінің үстіне қойып шығамыз да, ортасынан бөліп алып, тақтайдың бетіне осындай орташа көлемде барлығын кесіп шығамыз. Міне кастрөлдегі суымыз да қайнап тұр. Оның бетіне тұз салып, жаңағы кескен қамырымыздың барлығын салып қайнатамыз. Міне қамырымыз да пісті. Енді оның үстіне салқын су құйып, салқын су құйған кезде қамырымыз өте жылтыр, әдемі болады. Осылай суымызды құйып, қамырымызды сүзгімен легенге сүзіп аламыз. Міне осылай қамырларымыздың барлығын түгел сүзіп аламыз. Енді оның үстіне қайнаған подлевіміздің бірінші майын құйып шығамыз да, оның бетіне подлевімізді құйып шығамыз.
Міне біздің кешкі асымыз да дайын болды. Бізге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.